Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дүкенде сатылымда тұрған балды тоқаштың рецебімен бөлісетін боламын. Алдымен каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Олай болса, тоқаштарымызды жасауға кірісеміз. Онымыздың үстіне крошка жасап аламыз. Бөлме температурасындағы майымызды салып, көріп тұрғандарыңыздай крошка дайын болды. Енді бөлек ыдысқа 2 жұмыртқа, оның үстіне қант, 3 қасық балымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған жұмыртқалы массамызды ұнымыздың үстіне салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Осымен қамырымыз дайын, сәл қолға жабысатындай жұмсақ қамыр болып шықты. Енді осы қамырымызды целлофанға салып, тоңазытқышқа 15 минутқа қойып қоямыз. Дайын болған қамырымызды қолдың көмегімен дөңгелетіп, ыдысымызға салып, оның үстінен кішкене басып шығамыз. Араларын алшақтау қоямыз, өйткені піскен уақытында ол көтерілетін болады. Алдын ала қызып тұрған 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. 20 минуттан кейін тоқаштарымыз дайын болды. Иісі үйдің барлығын алып кетті. Өте дәмді болып шыққан. Менің балаларыма ұнады. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.